Сәлем достар, баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен дәл осындай үй жағдайында сгущенка, яғни қоюлатылған сүт дайындайтын боламыз. Үйдің сгущенкасы дүкендікіне қарағанда дәмді, пайдалы әрі ешқандай химиялық қоспасыз дайындалады. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бір ыдысты алып, сүт құямыз, үстінен қант салып, газдың астын қатты отқа жағып қоямыз. Қанша сүт және қанша қант керегін астында описание бөліміне қалдырып кетемін. 1 литр сүттен сіздерде шамамен 500 граммдай сгущенка шығатын болады. Сүттеріңіздің майлылығы жоғары болса, сгущенкаларыңыз соғұрлым дәмді әрі тез дайындалады. Астында отты жаққан сәттен бастап қанттарыңыз ерігенше міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Сүттеріңіз тасып кетпеуі қажет, және шикі сүт болғаны дұрыс. Менікі үйдікі. Егер дүкендікін қолдансаңыздар, 3%-дан жоғарысын қолданған дұрыс. Қанттарыңыз толығымен еріп, сүттеріңіз қайнағаннан кейін астын орташа отқа азайтасыздар да, жарты сағат 45 минут көлемінде қайнататын боласыздар. Жарты сағат ішінде де міндетті түрде арасында түбін жабысып қалмас үшін араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Неге менің сүтімнің қайнағанына дәл қазір 35 минуттай болды, түрі кішкене сарғыштанды. Мен тағы да сәл 15 минуттай қайнататын боламын. Сгущенка менде толық 45 минут қайнады, содан кейін ыстықтай банкіге құйып алдым. Дайын түрі міне осындай, дүкендікінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.